Сәлеметсіздер ме, қош келдіңіздер модный тренд каналыма. Бүгін бұл видеода мен сіздерге осы 2023-24 жылы тренд болатын жилеткаларды айтатын боламын. Жалпы 90 жылдардағы стильдегі ағымдағы үрдістер жилетканы іскерлік жиынтықтарға, бейресми іс-шараларға немесе демалысқа арналған гардеробтың ажырамас элементі болатын тағы да талап етуде. Жилеткалар үстіңгі немесе блузка орнына біркелкі костюмның бөлігі ретінде шалбар немесе юбкамен үйлеседі. Өте қысқа немесе керісінше ұзартылған модельдар басым қазіргі таңда. Стильді көріну үшін қысқа жилетканы қалай кию керек? Жалпы жилетканы қазіргі жастар жай өзін палаццо шалбармен немесе джинсы шалбармен киіп жатады. Сәннің тренді болғасын. Маған енді футболка мен рубашкамен ыңғайлы болып көрінеді. Тығыз сұр жолақты жилет пішінді тамаша көрсетеді. Жинаққа үлкен зергерлік бұйымдар мен үлкен тізбектерді қосуға болады. Замогы бар қысқа қара көкірекше кез келген ұзындықтағы джинсы, шалбар немесе юбкалармен жақсы үйлеседі. Кесілген көкірекшелерді үстіңгі киім ретінде немесе тоқылған көйлектердің үстіне киюге де болады. Мұндай жиынтық фигураны айқын көрсетеді. Кесілген кеудеше мен ұзын күртенің үйлесімі әсіресе әсерлі болып көрінеді. Футболкалармен, блузкалармен, ұзын джиндермен органикалық түрде үйлесетін бедерлік текстурасы бар қысқа тоқылған жилеттер ерекше сүйкімділікке ие. Кескінді классикалық аяқ киіммен, мокасинмен, лофермен немесе және кроссовкалармен толықтыра аласыз. Орташа жамбас мини юбкасымен тігілген классикалық кеудеше қалың етікпен немесе биік етікпен толықтырылатын сүйкімді көрініс жасайды. Комбинацияны теңестіру және әсем динамикалық силуэт жасау үшін жиынтыққа мини юбка, шорт немесе керісінше максималды ұзындықтағы шалбар мен джинсы қосуға болады. Тренд түймелері немесе түймелері жоқ, бірақ сонымен бірге талғампаз силуэт жасайтын кеудешелер бар. 23-24 жылдарда матадан жасалған жилеткалар көктем, жаз және күз-қыс мезгілінде арналған модельдарды көріңізші. Жіңішке білдемшелері мен ашық түсті тоқымас үсті бар талшықты кеудеше керемет сезімтал әсер береді. Пиджак киюінің сәнді габариттік үлгісі органикалық түрде биік өкшелі аяқ киіммен және жалпақ табанды аяқ киіммен бейресми түрлерімен біріктірілген. Жастар джинсы жилеттерін керемет қазір сұраныста ие болып жатыр. Себебі 20-24 жылдары джинсы жилеттері трендтің бірі деп айтсақ болады. Кең шалбармен, мақтадан жасалған жейдемен үйлесетін көгілдір көкірекше кез келген кездейсоқ жағдайға арналған экстравагантты нұсқа болып табылады. Сыртта немесе көшеде кию стилінде динамикалық еркін көрініс үшін сұр джинсы, қара джинсы, көк джинсы жилеткалары өте әсер қалдырады. Джинсы кеудешесі супермодельдар мен виртуозды жарнамалар дәуірін еске түсіретін ғасыр басындағы нағыз сән ренессанс бейнелейді. Стилистер жыртылған джинсы ұзақ уақыт бойы сынға алынғанымен бұл текстура өзекті болып қалады. Бұл жилеткаларға да қатысты болады. Сондай-ақ жолақтар мен тозған әсері бар қайнатылған галстук бояу опцияларын қолдануға болады. Қарақ былғары жилеткаларды да оларды ақ блузкамен біріктіруге болады, юбкамен біріктіруге немесе классикалық шалбармен де біріктіруге болады. Барқыт күдері текстурасын тамаша жеткізеді және сән көрсетілімдерінде жоғарғы сұранысқа ие. Шығармашылық нұсқа жыртқыш, нәзік кейіпкерлер туралы голливудтық контекстпен танымал вампир стиліндегі тақырыпқа негізделген тартымды әсем былғары жилеттер. Немесе батыс стиліндегі былғары куртканың кесіндісін көшіретін вестерн элементтері мен күнделікті көше жиынтықтарына қызықты сапарларға арналған атрибуттар деп айтуға болады. Нақты тоқылған жилеттерге келетін болсақ, 23-24 жылдары біркелкі құрылымы бар бежевый көкірекше кез келген шалбармен, юбкамен жиынтығы үйлесімді түрде толықтыруға болады. Қалың матадан жасалған джинсы немесе шорт үшін ең жақсытанда жоғарғы жағасы бар тоқылған жилетка болып табылады. V-образны мойын кеудешесі ретро немесе көне блузкалар мен жейделермен мәлімдеме жасауға да болады. Бұл ретро репертуардағы ностальгиялық иірімдері бар винтаждық стиль. Ұзын қысқа түймеде белдікте қалталы қолдан жасалған стильде болады. Әрине бұл ыңғайлы әмбебап габаритті модельдерді ұнататындар үшін тамаша мүмкіндік. Трикотаждар кеудешелер кез келген матаны және текстураны жақсы толықтырады. Мақта, вискоза, мода, ляция, сондай-ақ трикотаж жазғы маусымда органикалық шыққан жұқа жіптен жасалған ашық көкірекшелер өте әдемі көрінеді. Күзгі қысқы маусымға арналған табан етікпен немесе етікпен толықтырылған кең лакпен көкірекше көйлектер де әдемі көрінеді.
ашық және сонымен бірге функционалды нұсқа. Ол кеңсе үшін ыңғайлырақ, жағдайлар үшін өте қолайлы. Ақылды талғампаз киімді алу үшін аяқ киім және аксессуарларды мұқият таңдауды талап етеді. Жалпы енді жилеткалар қазіргі трендта. 2023 жылы оның ұзын түрісін, қысқа түрісін, классикалық, оверсайзды, джинсы түрі де, моделі де, фасоны да өте көп. Тек сіздің таңдауыңыз қандай сіздің дене пішініңізге үйлеседі және сәнмен бірге болғыңыз келсе, міндетті түрде жилетканы қарап, осы видеоны шолып, лайк басып, бізбен бірге болуларыңызды ұсынамыз.